Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін 2-ші сыныптың математика сабағы 26-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы айырмалық салыстыруға берілген есептер. Бірінші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар. Ағам 11 жаста, ал қарындасым 6 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Ал қарындасым ағамнан неше жас кіші дейді. Яғни неше жас кіші және үлкен екенін сұрап тұр. Есептің берілгенін жазамыз. Енді қараңыздар. Неше жас үлкен екенін табу үшін де, кіші екенін табу үшін де бір амалды қолданамыз. Азайту амалы, яғни екеуінің арасындағы айырмашылықты табу үшін азайту амалы қолданылады. 11-ден 6-ны азайтамыз 5. Бұнда жауабы ағам 5 жас үлкен, ал қарындасым 5 жас кіші екен. Бір санның екінші саннан неше бірлікке артық не кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Екінші тапсырманы қарайық. Кестені пайдаланып есептер құрастыр. Шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Мысалы, ағам 22 жаста, қарындасым А жаста. Ағам қарындасынан неше жас үлкен? Неше жас үлкен екенін табу үшін 22-ден А-ны азайтамыз. Келесі екіншісін қарайық. Ағам Б жаста, ал қарындасым 5 жаста. Қарындасым ағамнан неше жас кіші? Табу үшін Б-дан 5-ті азайтамыз. Үшіншісін қарайық. Ағам 13 жаста, қарындасым 5 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Табу үшін 13-тен С-ны азайтамыз. Осылай әріпті өрнек түрінде жазып шығамыз. Үшінші тапсырманы қарайық. Есеп беріліп тұр. Әпкем 16 жаста. Ал інім одан 9 жас кіші, яғни ініміздің жасы белгісіз. Інім неше жаста дейді? Берілген жазамыз. Табу үшін азайту амалын қолданамыз. 16-дан 9-ды азайтамыз. 7. Жауабы інім 7 жаста. Ары қарай 4-ші тапсырманы қарайық. Есеп беріліп тұр. Есепті шығар дейді. Ағам 29 жаста, ал әпкем одан 5 жас үлкен. Әпкем неше жаста? Есептің берілгенін жазылып тұр. Сыламаймен жазамыз. Әпкем белгісіз 5 жас үлкен дейді. Яғни 5 жас үлкен болғандықтан ол қосу амалын қолданамыз. 29-ға 5-ті қосамыз. 29 пен 5-тің қосындысы 34-ке тең. 34. Жауабы әпкем 34 жаста. Ары қарай 5-ші тапсырманы қарайық. Теңдеу беріліп тұр. 3 теңдеу берілген екен. Бірінші теңдеуге қарайық. Х пен 13-тің айырмасы 38-ге тең. Х-ті табу үшін 38-ге 13-ті қосамыз. 51 шығады. Х-тің енді 51-ді Х-тің орнына апарып қоямыз, тексереміз. 51 азайту 13 тең 38. Теңдіктің екі жағы да 38-ге тең болады. Енді келесісін қарайық. 52 азайту Х тең 28. Х-ті табу үшін 52-ден 28-ді азайтамыз. Х 24-ке тең. Енді Х-тің орнындағы 24-ті мына жерге апарып орнына қойып тексереміз. 52-ден 24-ті азайтамыз. 28. Яғни біздің теңдеуіміз дұрыс деген сөз. 28-ге тең. Келесі, үшінші теңдеуді қарайық. 25 пен Х-тің қосындысы 63-ге тең. Х-ті табу үшін 63-ден 25-ті азайтамыз. Х 38-ге тең болады. Енді тексереміз. 38-ді мына жерге апарып қоямыз. Х-тің орнына 25 қосу 38 тең 63. Теңдіктің екі жағы да 63-ке тең болады. Яғни теңдеуіміз дұрыс деген сөз екен. Ары қарай 6-ші тапсырмаға қарайық. Есеп беріліп тұр. Асын қараймыз. Ауылда 17 досым бар. Ал қаладағы достарымның одан 8-і артық. Қалада неше досым бар? Есептің берілгенін жазамыз. Қаладағы досымызды табуымыз керек. Ол белгісіз дейді. 8-і артық дейді ауылдағы қарағанда. Яғни 17-ге 8-ді қосамыз. 17 мен 8-дің қосындысы 25-ке тең. Жауабы қалада 25 досым бар. Әсін қарайық. Осыған кересеп, қалада 25 досым бар. Ал ауылда 17 досым бар. Ауылдағы достарымның қаладағы қарағанда нешеуі кем дейді. Берілген жазамыз. Нешеуі кем екенін табу үшін 25-тен 17-ні азайтамыз. 8. Сонда жауабы ауылдағы достарымның қаладағы қарағанда
8-і кем екен. Арқай 7-ші тапсырманы қарайық. Өрнектерді тиімді тәсілмен есепте дейді. Мына 2 өрнек беріліп тұр. Біріншісін қарайық. 22, 17, 38 және 23 сандарының қосындысы. Бұл жерге бізге тиімдісі толық ондыққа толтырып алып қосқан тиімді. Мына жерде 2 бар және 8-бен аяқталып тұрған сандар бар. Яғни 22-ге 38-ді қосамыз және 17-ге 23-ті қосамыз. 22-ге 38-ді, 17-ге 23-ті қосамыз. 22 мен 38-дің қосындысы 60, 17 мен 23-дің қосындысы 40. 60-қа 40-ті қосамыз, 100 шығады. Енді екіншісін қарайық. Бұл жерде 40-қа 10-ды, 28-ге 12-ні қосамыз. 28-ге 12-ні қосқанда 40 шығады. 40-қа 10-ды қосқанда 50. Енді екеуін қосамыз, 40 пен 50-дің қосындысы 90-ға тең. Енді 8-ші тапсырманы қарайық. Сызба бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Бізде мынадай сызба беріліп тұр. Мынау сызба, осыған есеп құрастырамыз. Мен былай құрастырдым. Білім сайысында Әмина 80 ұпай. Әмина 80 ұпай дейді. Білім сайысында Әмина 80 ұпай. Ал Ардақ одан, Ардақтың ұпайы белгісіз, 27 ұпай кем. Ардақ одан 27 ұпай кем жинады. Ардақ неше ұпай жинады? Әуелі берілген жазамыз. Қанша ұпай жинаған табу үшін 80-нен 27-ні азайтамыз. Өйткені Ардақтікі азғантай, ол Әминаға қарағанда 27 ұпай кем деп тұр. Кем деген аз деген сөз. Яғни 80-нен 27-ні азайтамыз, 53. Жауабы Ардақ 53 ұпай жинады. Келесі 9-ші тапсырманы қарайық. 1-ден 100-ге дейін 7 цифры неше рет кездеседі дейді. 1-ден 100-ге дейінгі аралықта 7 цифры неше рет кездеседі. 7 цифрынан басталатын сандар жазып шығайық. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 және 97. Сонда жауабы ол 10 санда кездеседі екен. Жауабы 7 цифры 10 рет кездеседі. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Бізді жоғалтып алмас үшін каналыма лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сау болайық.